Сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз тарихтағы маңызды сәттердің бірі, Колбиннің қазақ тілінің болашағы жайлы айтқаны туралы сөйлесеміз. Бұл тақырыптың бүгінгі қоғамдағы маңызы зор, себебі тіл мәселесі әрқашан өзекті болып келеді. Дәл осы кезеңде айтылған сөздер мен көзқарастар бүгінгі күнге дейін өз әсерін тигізіп отыр. Келесі минуттарда біз Колбиннің пікірін және оның қазақ тіліне әсері туралы талқылаймыз. 1986 жылы Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған Геннадий Колбиннің қазақ ақыны Мұхтар Шаханов екеуі сөз таластырыпты. Сөз арасында Колбин Мұхтар Шахановға былай деп айтқан екен: сіздер қанша тырыссаңыздар да қазақ тілін мемлекеттік тілі қыла алмайсыздар. 250 жыл бойы Ресейдің қол астында өмір сүрдіңіздер. Қашан ұлт ретінде жойылып, орысқа айналып кеткенше осылай қаласыздар. Сіздерді орыс шовинизмі ешқаша еріктеріңізге жібермейді. Оған қоса, ана тілін отбасында жойып алған билік басында отырған қазақтардың өзі сіздерге ана тілдеріңізді мемлекетті тіл қылуға жол бермейді. Шынында Колбин сол кезде бірдеңе біліп айтты ма? Бұл туралы сіз не ойлайсыз? Ендеше бүгінгі біздің талқылауымыз осымен тәмам. Колбиннің қазақ тілінің болашағы туралы айтқан пікірі бүгінгі күнде де өзекті. Тіл біздің мәдениетіміз бен идентитетіміздің негізі. Оны қорғап, дамыту біздің парызымыз. Келесі кездескенше арнама жазылып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.